Мемлекеттік қызметтегі нәзік жандылар жұмыс арасынан бір сәтте босап топты әуелетті. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстағы департаменті халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында ұжымдағы қыз-келіншектерге волейболдан турнир ұйымдастырды. Биыл жалауын алғаш рет көтерген сайысқа 8 команда қатысып бақтарын сынады. Департаменттің бірінші кубогы кімге бұйырды? Тартысты ойындарға қатысып қайтқан әріптесіміз толығырақ тарқатсын. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев елді тиімді басқаруда мемлекеттік қызметшілердің рөлін айрықша атап өткен болатын. Бұл моральдық жоғары жауапкершілік, кәсіптік білімін тәжірибеде қолдана білу, адалдық, ақниеттілік, белсенді өміршеңді ұстаным. Мемлекеттік қызметтегі әрбір адам өз жұмысының барлық маңыздылығын сезіне білуі, өз елінің патриоты болуы тиіс және мемлекеттік қызметтің беделін көтеру үшін барлық шараларды қолдану қажет деген. Осы орайда Абзал Мұхимов басшылық ететін департамент жыл басынан бері департаментке қарасты барлық мекеме қызметкерлерін салауатты өмір салтын ұстануға шақырып, түрлі спорт сайыстарын ұйымдастырып келеді. Солардың бірі волейбол жарысы. Турнирдің ерекшелігі мұнда тек әйелдер ғана өнер көрсетіп, жұмыстан тыс уақытындағы спорттық дағдысын спорт алаңында көрсетуі. Аталмыш жарыстың алдында департамент облыстық спорт басқармасымен келісімге келді. Абзал Сансызбайұлымен бүгін екеуміз спорт басқармасымен меморандумға қол қойдық. Ол меморандумда біздің Қызылорда облысының мемлекеттік қызметшілері барлық спорт ғимараттарына бос уақыттарында келіп айналысуға болады. Сол меморандум бүгіннен бастап күшіне енеді. Осы неше жыл қатарынан бірге ана жылдан бастадық, 18-ден 19-да да қаншама мемлекетшілеріміз осы бұқаралық спортты дамытуға, елбасының тапсырмасын орындауға өзінің бір үлесін қоссын деп қазір меморандумға қол қойдық. Қазір таңда облысымызда көп мемлекетші қызметшілер болсын, басқа спортшыларымыз болсын, қыздарымыз көптеп айналысуда. Қазір спорттың әр түрімен, сондықтан да осы біздің қыздарымыз осы спортпен әрмен қарай айналыссын, мына нысандарға келіп мемлекеттік қызметшілер бос уақытында денсаулығын өзінің нығайтуға, болмаса бұқаралық спортқа байланысты. Нәзік жандылар арасындағы жарыстың алғаш рет ұйымдастырылғанын ескерсек, төрешілер кімнің жеңімпаз болатынын алдын ала айта алмады. Командалар екі топқа бөліну арқылы өзара бір ойыннан өткізіп, топтан екінші және жеңімпаз болып шыққандар жартылай кезеңде өнер көрсету арқылы анықтады. Турнирдің тұсауын кескен Қызылорда мен Шилі командасы арасындағы ойында жанкүйерлер қызықты әрі тартысты ойынды тамашалады. Алаң қожайындары саналатын Қызылорда волейболшылары Шиліден келген спортшыларға лайықты қарсылық білдіре алмады. Екі партияда ұпай саны бойынша алда болған аудандық волейболшы қыздар 2-0 есебімен жеңіске жетті. Бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ұйымдастырылған қыз-келіншектер арасында волейбол жарысына қатысудамыз. Жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бізде дайындалып келдік, намысты қолдан бермеуге тырысып жатырмыз. Дегенмен қарсылас командалар жаңа өздерінің осал еместігін көрсетіп жатыр. Шиелі командасымен ойнадық. Алдағы уақытта тағы да ойындар болады. Сол ойындарда қаланың атынан намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. Мы приехали из города Аральск, из района. Барша нәзік жандыларды халықаралық әйелдер күнімен құттықтай отыра, Абзал Сансызбайұлына осындай турнир ұйымдастырғандығына алғысымды білдіремін. Жиі өткізіліп тұрса деген тілегім бар. Егер бұдан басқа спорт түрлерінен шақырса, біз ләмим демей қабыл аламыз. Себебі осындай спорттық ойындар арқылы біз өзге аудандарда жұмыс жасайтын әріптестерімізді танып, қарым-қатынасты нығайтуға толық негіз бар. Бұл топта сынға түскен сырдариялықтар шиеліктердің тактикасын ұстанып, көрермен болып келген қонақтарға әсерлі ойын өрнегін көрсетті. Қазалы ауданнан келген волейболшыларды 15-3, 15-5 есебімен ойсырата ұтып, ұпайға қол жеткізген сырдариялықтар екінші кездесуде қызылордалық спортшылардан басым түсіп, келесі айналымға берер жолдаманы алдын ала алып қойса керек. Ал Б тобындағы жағдай бұдан да кем болмады. Мұнда Жаңақорған мен Жалғаштықтардың дайындығы жоғары болды.
Қос команда қарсыластарын ірі есеп айырмашылығымен тізе бүктіріп, жартылай финалға жолдама алды. 8-ші халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Осы барлық қыз-келіншектерді мейрамдары құтты болсын, осындай турнирлер көбейіп жасала берсін. Мына команда ойнап жатыр, қазір керемет ойын болып жатыр бізде. Осындай ойындар көп болсын. Бүгінгі турнирде қарсыластарымыз өте мықты екен, бірақ бізде осал емес біз деп ойлаймыз. Өзімізді барлық күш-жігерімізді танытып, барлық жағынан барлық қырымызды көрсетеміз деп ойлаймыз. А тобының үздігі атанған Шиелі ұжымы жартылай сында жалағаштықтарға финалға өтуге мүмкіндік бермесе, Жаңақорған қыздары Сырдария ұжымының айласын асырды. Сөйтіп, ақтық сында Шиелі мен Жаңақорған волейболшылары жүздесті. Тартысты өткен ойында турнир бойы үздік ойынын көрсеткен Шиелі құрамасы жеңіске жетіп, бас кубокқа қол жеткізді. Ал үшінші орын үшін таласта Сырдария әуедопшылары жалағаштықтардан басым түсті. Есеп 2-0. Турнир соңында жеңіс тұғырынан көрінгендерге диплом мен кубоктар табысталды. Олжас Дәуіт, Ержан Сүлейменов, Серікбол Желдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.